Адам сонда қаржылай сауатты болу үшін, өз рухани осылай баю үшін міндетті түрде басы тауға соғылу керек па? Міндетті емес. Бірақ бұл жерде ең үлкен дүние қаржылай сауатсыздық. Ол соғылам деп соғылмайды ғой адам. Қиналам деп қиналмайды, тасқа басын ұрмайды. Ол кәдімгі кәсіп жасаймын деп шығады, ақша табамын деп шығады. Бірақ қаржылай сауатсыздықтың арқасында тауға соғылуы мүмкін. Сізге мәлім, бәрімізге мәлім, мектепте, университетте бізге қаржыны үйреткен жоқ. Мен қазір ғана айттым, тағы да айтам, 100 адам табысты бірдей табады екен. Оның 20-сы сақтап біледі екен, 4-і көбейтіп біледі екен. Ол не адамдар? Бізден бөлек олардың не қасиеті бар? Олардың бір ғана қасиеті бар, олар ақшаның ережелерін біледі. Егер сіз көшеде көлікпен келе жатсаңыз, алдыңызда светофор тұрса, қызыл свет жанып тұрса, қызыл түс, сіз тоқтайсыз. Неге тоқтайсыз? Өйткені көліктің бәрі жолдың ережесіне бағынады. Ақшаның да сондай ережесіне бар. Бірақ адамдар оны ең бірінші білмейді, а білген адамдар оған бағынбайды. Сондықтан ақшамен үнемі авария болып жататын сондықтан. Арманға адамдар жай жүреді, а мәселені шешу үшін қатты жүреді. Сондықтан тауға соғылған адамдар жетістікке тезірек жететін сондықтан. Өйткені енді проблеманы шешу керек қой мәселені. Сондықтан олар тезірек қимылдайды, тезірек әрекет жасайды. Руханиятқа да келетіндер сондықтан.